Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен бүгін сіздерге мына көгілдір шыршаның бұтағын тамырландыруды көрсетейін деп тұрмын. Мынау алдын ала суға салынып қойған, бітті. Bir күн бұрын бір сутка суда ұстау керек. Мына бұтақты жұлып алған кезде бұны мүмкіндігіңіз болса жаңағы дымқыл трәпкіге орап әкелген жөн. Әкелгеннен кейін осылай суға салып қою керек бір суткаға. Оның себебі мына бұтақты жұлған кезде бұның мына тамыры мына жерлерінде чайыр болады. Хвойный ағаштарда чайыр болады. Сол чайыр кеткенше суда тұру керек. Егер чайыр кетпеген жағдайда бұл жаңағы топырақта шіріп қарайып өспей қалады. Мына артық кеткен нелерін алып тастаймыз былай. Одан кейін жаңағы мына отырғызатын жердегі бүрдің бәрін жұлып алып тастау керек. Оның кейін міне отырғызардың алдында былай мына қабығын бітеп өткір пышақпен тіліп шығу керек екі жағынан. Осылай тіліп шығып, оның кейін мына жерде егер бұтақтар болса, артық кішкентай бұтақтардың бәрін алып тастау керек. Мына бұтақтарды былай қысқартамыз, кішірейтіп. Міне осылай қылып дайындап аламыз да, оның кейін барып дайындап қоямыз. Одан кейін жаңағы отырғызатын топырақты дайындап, мен мұнда дренаж салып, түбіне тесіктерін тесіп дайындап қойғам. Осыған енді міне мына хвойный ағаштарға арналған топырақтан 3 бөлігін саламыз. Одан кейін мынандай агроперлиттен 1 бөлігін саламыз. Bir bölігін салып, жақсылап араластырып, осы қоспаны саламыз мынаған. Отырғызатын ыдысқа тұра. Осыны саламыз. Содан кейін осы ыдысқа былай отырғызамыз. Мына беті 4-5 сантиметрдей кіргізіп отырғызамыз былай. Түбін сәл-пәл нығыздап таптап қоямыз. Содан кейін мен мына тамырландырғышпен тамырландырғышты суға езіп пайдаланатын тамырландырғышты суға езіп, сол судан жақсылап құямыз. Жаңағы осылай отырғызып, қиғаштап 45 градусқа осылай отырғызып, жаңағы су құйдым, тамырландырғыш қосылған. Міне, оның кейін мына жаңағы бутылканың екінші жартысын сыймаған жағдайда бұлай әр жерінен тіліп қоямыз да, содан кейін осыған ішінен кигізіп қоямыз. Төбесінен су құйған кезде сыртына ақпас үшін ішіне кіргізген дұрыс. Мына қақпақтан су құйғанда осылай кіргізіп қоямыз. Терезенің алдына 20-25 градус жылылықта болатын жерге қойып қоямыз. 4 жайрам айдың көлемінде бұған тамыр шығу керек. Қазір октябрь айының соңында, бүгін 29-ы. Міне бұл енді март-апрель айларында тамыр беру керек. Күн жылынып, жер жылынғанда көшет қылып отырғызуға болады. Осының қандай нәтиже осылай отырғызып беретінін тағы көреміз. Осы тәсілменен мен тағы міне туя ағашының бұтақтарында дәл осылай тамырландыруға қойғам. Міне бірнеше бұтағын бұның міне осындай ыдысқа отырғызып, контейнерге қақпағын жауып қоям. Терезенің алдында тұрады. Бұлда осы тәсілменен мен бұрында осы туя ағашының бұтағын тамырландырған. Бұл тәжірибеден өткен жақсы
әдіс екеніне күмән келтірмеңіздер. Сондықтан осының нәтижесін көріп қалай болғанын көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып қадағалап отырсаңыздар, мен бұдан қандай нәтиже шыққанын сіздерге шындықты тура көздеріңізбен көретіндей қылып көрсетемін. Егер бір жағдайлармен бұл тамырланбай қалған жағдайда мен сіздерге тамырланбады, бұл әдіс 100% жаңағы тамырлануы мүмкін еместігін сіздерге айтып беремін. Міне жаңағы мен айтып кеткен тамырландырған тұяның бұтағы осы әдіспенен тамырларың өсе тиімді. Міне отырғызғаныма 2,5 жыл болып қалды. Міне ұзындығы 30 сантиметрден асыпты. Дәл осы әдіспенен істелген.